Биылғы жетістігіміз филология институтында шетел тілі, екі шетел тілі білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңес ашылды. Сонымен қатар кәріс тілі екінші шетел тілі ретінде оқытыла басталды. Британдық кеңестің қолдауымен 30 студентіміз ең мықты деген Ұлыбритания профессорларынан сабақ алды. Сондай-ақ Оксфорд, Кембридж университетінің түлегі Джеймс Харлан, американдық оқытушы Лакиша Эдвардс және де түрік профессоры Сафа Челеби биылғы жылдан бастап дәріс оқи бастады. IELTS дайындық курсында оқытушыларымыз тегін дәріс алуда. Сонымен қатар Қытай, Түркия, Польша, Литва мемлекетінің университеттерінде 35 студентіміз академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алуда. Ал физика, математика, цифрлық технологиялар институтының жетістіктері қос дипломды білім беру бағдарламасы бойынша информатика мамандығының 5 студенті Латвияның ИСМА университетінен европалық стандарттағы диплом алды. Сонымен қатар институтымыздың 11 студенті Америка құрама штатындағы Миссисипи алқаптық университеті мен Түркияның Нигде университетінде және Риганың техникалық университетінде білім алуда. Және де студенттерімізге Европадан 5 ғалым келіп дәріс жүргізді. Институтымыздың 14 профессор оқытушысы болашақ бағдарламасы негізінде 500 ғалым стипендианты атанды. Сондай-ақ институтымыздың 1 профессоры зерттеуші, 3 профессоры оқытушы зерттеуші санатына өтті. Digital Lady технопаркінің инженер-программистері Жұмбақсай оқиғасы атты анимациялық мультфильм және университетімізге 10-нан астам электронды оқулық жасап берді. Институт педагогики и психологии гордится своими достижениями в области образования и науки. Самыми значимыми среди них являются следующие. Наша студентка 4-го курса Айша Ракишева, мастер спорта по горным лыжам, стала серебряным призером международных соревнований в Финляндии. А также впервые нами был заключен меморандум по реализации двухдипломной образовательной программы «Клиническая психология» совместно с Казахским национальным медицинским университетом имени Асфендиярова. Кроме того, в этом году к нам с гостевыми лекциями приехали зарубежные ученые, профессора с ведущих университетов мира: Эстонии, Венгрии, США, Великобритании. Посетили нас профессора с Назарбаев университета. Институт педагогики и психологии активно продвигает принципы инклюзии. С этой целью в институте работает кабинет психолого-педагогической коррекции, ресурсный центр развития специального и инклюзивного образования, который оказывает поддержку детям и студентам с особыми образовательными потребностями. Преподаватели нашего института плодотворно поработали в этом году. Они являются авторами учебников, учебных пособий, монографий, которые очень востребованы в вузовской системе. Ал жаратылыстану институтының жетістіктеріне келетін болсақ, биылғы оқу жылында білім беру контингенті 2 есеге артып, білім беру гранты 3 есеге артып отыр. Сонымен қатар жаратылыстану институтында алғырда білімді мамандар, профессор оқытушылар құрамы қызмет атқарып келеді. Студенттерімізбен докторанттарымыз және профессор оқытушыларымыз осы жылы 5 патент, 9 авторлық куәлікке ие болып отыр. Сонымен қатар профессор оқытушылар құрамы биылғы оқу жылында деректер базасында жарық көрген 50 мақаласымен, соның ішіндегі Q1 және Q2-де 8 мақаласымен мақтанарлықтай жағдай жасап отырмыз. Сонымен қатар студенттеріміз тұрақты даму мақсаттарының орындалуына да титтей де болса өздерінің үлесін қосуда. Қазіргі таңда Plastnet компаниясымен және Карина компаниясымен жасалған келісім шарттардың негізінде қалдықтарды бөлек-бөлек өңдеу жұмыстары жүйелі жүргізіліп, олардан және олардың пластикалық бутылкалар мен қағаздарды өткізу барысында студенттеріміз өздерінің гигиеналық заттары мен қаржыларын толтыруда. Институтымызда 3 монография, 27 оқулық және оқу әдістемелік құралдар жарық көріп, оның 2 оқулығы педагогикалық бағыттағы оқу әдістемелік грифтің иегері атанды.
80 жылдық тарихы бар университетімді мақтан ете отырып, осы университеттегі ұжымға рахмет айта отырып, олармен бірге жасаған жұмыстармен бөліскім келеді. Стратегиялық даму жұмысы бойынша біз биылғы жылы бүкіл коллективпен бірге 29 жылға дейін университетіміздің даму бағдарламасы жасалынды. Атамекен ұлттық рейтингінде біздің университетіміз химия, филология және басқа да оқу бағдарламаларымыз бірінші орынға ие болды. Сонымен қатар, мұғалім болу қазір тек қана өз пәнін білу ол қазіргі таңда аз. Сол себепті біз университетте мұғалімнен толық тұлға ретінде оған қосымша білім арқылы, қосымша көмек көрсету арқылы осы университеттен жақсы азамат ретінде шығу үшін өз ықпалдарымызды жасап отырмыз. Барлық жасаған жетістіктеріміз осы ұжымның арқасында. В достижениях по академической деятельности необходимо заметить, что университет участвует в реализации проекта улучшения среднего образования, инициированного Министерством науки и высшего образования и Всемирным банком с участием финских коллег Хамк Янг университета, которые нацелены на разработку 30 новых образовательных программ. В рамках этого проекта нами разработано 2 новых образовательных программ после вузовского образования. На текущий момент мы находимся на стадии реализации этих 2 программ. Второе достижение – это необходимо отметить, что мы участвуем в реализации использования курсов платформы Coursera в учебном процессе университета. На текущий момент вузом получено 1000 лицензий на освоение курсов, и 96% сейчас оно на стадии завершения, из них 86% на казахском языке. Следующее наше достижение – это все-таки практика. Практика позволяет нам готовить будущих профессионалов, педагогов именно непосредственно в организациях образования. Наше достижение – это трудоустройство. Основным компонентом на текущий момент на рынке труда востребованы учителя не просто с методическими компетенциями, но и научными компетенциями. Для этого наш университет реализует программу Lesson Study, которая на уровне практики и на уровне выполнения выпускных проектов использует методики Lesson Study, что означает исследование во время уроков. Это позволило нашим студентам выпускных курсов участвовать на национальной конференции с участием 500 учителей, действующих учителей Республики Казахстан. И на следующий год мы планируем участие на международной конференции по Lesson Study. Ал ғылым мен жаһандануға келсек, біздің мақсатымыз ғылым деңгейін, біздің білім саламызды дүние жүзілік деңгейге шығару. Оның үшін біз жаңадан биылдан бастап жаңадан қарым-қатынастарды бастадық. Атап айтқанда, Американың Мичиган ұлттық университеті, Lego Foundation Даниядан, Гонконг университеті білім саласындағы сол ғылыми орталықтармен білімді бірге зерттеуге келісім шарттарға қол қойдық. Білім саласыны дамыту керек, эмпирикалық зерттеу болу керек. Сол саларда біз қорытынды дамып жатырмыз. Нәтижелерге келетін болсақ, бізде биыл ғылыми жобалардың саны 3 есе асты. Ғылымға бөлінетін қаржының саны 75%-ға асты. Гонконг университетімен министріміз Саясат мырзамен кездесуінде оқытушылардың білім саласын асыру үшін академия жасауды жоспарлап қойдық. Ал алда жоспарларымыз өткен. Әлемге әйгілі Сассекс университетімен жоғары білім мектебі ашу, бірге докторлық бағдарламалар ашу, Мичиган Стейт университетімен PGCE программасын ашу, Гонконг университетімен академия, мұғалімдердің, оқытушылардың біліктілігін арттыратын академия ашу, Пучон университетімен бірге қос магистратура ашу. Осының бәрі біздің университетіміздің жаһандануына алып келеді. Біздің оқушыларымыздың дағдылары ары қарай мектептерге таралады. Осыған біздің ұжым дайын деп ойлаймын, бірге үлкен жоспарларды атқаруға ат салысып жұмыс істейміз.